Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі видеоның тақырыбы малярлық көлем. Малярлық көлем ұғымын химиктер газдар үшін қолданады. Заттар қатты, сұйық және газ түрінде болатынын сіз білесіз. Және газдар бұл осы агрегаттық күйлердің бір түрі болып келеді. Зат газ тәрізді күйде болған кезде ол орнатылған ыдыс және контейнердің барлық көлемін алады. Сонымен қатар, газ күйіндегі заттардың құрылымдық бөлшектер арасындағы арақашықтық қатты немесе сұйық күйге қарағанда үлкенірек болады. Және газ сығылып, оның алатын көлемі немесе көрсететін қысымы өзгеруі мүмкін. Газдардың осындай қасиеттеріне сүйене отырып, газдарды 4 шамамен сипаттауға болады. Бұл қысым, температура, көлем және зат мөлшері. Бүгін өтетін малярлық көлем ұғымы тұрақты қысым және температурадағы газдың көлем және зат мөлшері арасындағы қарама-қатынастан пайда болды. Енді кішкене тарихқа үңіліп көрейік. Зат мөлшері мен көлем арасындағы қарым-қатынасты зерттеген бізге таныс итальян ғалымы Амадео Авогадро болды. Авогадроның зерттеулеріне француз ғалымы Жозеф Луи Гей-Люсак деген ғалым өте көп әсер еткен. Гей-Люсак ол осындай әуе шарларымен саяхаттауды жақсы көрген. Әуе шарларының жұмыс істеу принципі газ заңдарынан негізделген. Сондықтан Гей-Люсак газдардың қасиеттерін зерттеуге көп уақыт және үлес қосты. 1808 жылы ол газдардың көлемдік қатынас заңының негізін қалады. Гей-Люсактың осы заңына байланысты бір-бірімен әрекеттесетін және әрекеттесу кезінде пайда болатын газдардың көлемі берілген қысым мен температурада бүтін сандардың қатынасындай болады. Бұл тұжырымдаманы түсіну үшін мына реакция теңдеуіне қарап көрейік. Реакция бойынша азот сутекпен әрекеттесіп, реакция нәтижесінде аммиак пайда болады. Реакцияға қатысатын және реакция кезінде пайда болатын заттардың барлығы газ болып келеді. Реакция бойынша 1 моль азот 3 моль сутекпен әрекеттесіп, 2 моль аммиак пайда болады. Егер осы газдар бірдей температура мен қысымда алынатын болса, онда осы стихиометриялық қатынасты біз газдар үшін көлем арқылы көрсете аламыз. Яғни 1 көлем азот 3 көлем сутекпен әрекеттесіп, 2 көлем аммиак түзеді. Мұнда көлемнің орнына сіз кез келген көлемнің өлшем бірлігін қолдана аласыз. Мысалы, 2 литр азот алайық. Көріп тұрғандай, бізге 1 көлем азот үшін 3 есе көп 3 көлем сутек керек. Яғни 2 литр азот үшін 3 есе көп 6 литр сутек қажет әрекеттесу үшін. Енді аммиактың көлемін есептейік. 1 көлем азоттан 2 есе көп 2 көлем аммиак пайда болады. Сондықтан біз 2 литр азот алатын болсақ, реакция нәтижесінде 2 есе көп 4 литр аммиак пайда болады. Гей-Люсактың зерттеу нәтижелері газдардың зат мөлшері және көлем арасындағы үйлесімділікті көрсетіп тұр. Оны кейін Авогадро зерттеп, 1811 жылы өзінің Авогадро заңын тұжырымдады. Авогадро заңына байланысты тұрақты температура мен қысым жағдайында алынған газдардың тең көлемдерінде құрылымдық бөлшектер саны бірдей болады. Өткен видеоларда көргендей, химияда құрылымдық бөлшектерді біз біріктіріп, зат мөлшері арқылы сипаттай аламыз. Сондықтан мына Авогадро заңын біз басқаша тұрақты температура мен қысым жағдайында алынған газдардың тең көлемдерінде зат мөлшерлері бірдей болады деп те айта аламыз. Яғни осы тұжырымдамадан тұрақты температура мен қысымда алынатын газдардың көлемі және зат мөлшері бір-біріне тура пропорционал болатындығын біз көрсете аламыз. Бұны түсіну үшін мына кестеге қарап көрейік. Берілген кестеде біз 3 түрлі газды алдық: гелий, азот және метан. Егер осы 3 газдың бірдей зат мөлшерін алатын болсақ, мысалы 1 моль, 1 моль, 1 моль, және қысым мен температура жағдайлары бірдей болса, мысалы 1 атмосфералық қысым немесе 101,3 килопаскаль барлық газдар үшін қысым, және температура 0 градус немесе бұл 273 кельвин болса, онда осы 3 газдың алатын көлемі бірдей болады. Ол 22,4 литрға тең. Және Авогадро заңынан олардың құрылымдық бөлшектер саны да бірдей болады, себебі біз бірдей зат мөлшерін алдық. Яғни бұл Авогадро санындай гелий үшін атомдар, азот пен метан үшін молекулалар болады.
Осы берілген қысым мен температурада 1 мольдің кез келген осы газдардың көріп тұрғандай 1 мольдің көлемі 22,4 литрге тең. Яғни тұрақты температура мен қысымда алынған кез келген газдың 1 молінің көлемі малярлық көлем деп аталады. Есіңізде болса, кез келген заттың 1 молінің массасы малярлық масса деп аталды. Ал газдың 1 молінің көлемі малярлық көлем деп аталады. Малярлық көлемді біз ВМ деп белгілейміз, және оның өлшем бірлігі литр бөлінген моль. Жаңа көрсеткендей, малярлық көлемді сипаттау үшін қысым және температура бірдей болу керек. Егер қысым 1 атмосфера немесе 101,3 килопаскаль болса, ал температура 273 кельвин немесе бұл 0 градус Цельсис болса, біз ондай жағдайды қалыпты жағдай деп атаймыз. Және кез келген газдың жаңа көрсеткендей қалыпты жағдайдағы малярлық көлемі 22,4 литрге тең. Алайда біз температураны кішкене өзгертсек, мысалы, қысым бірдей, ал температура бөлме температурасындай болса, яғни бұл 298 кельвин немесе 25 градус, онда малярлық көлем 24 литрге тең болады. Енді жаңа айтқандай, Авогадро заңы бойынша тұрақты температура мен қысымда алынатын газдың көлемі зат мөлшеріне тура пропорционал. Яғни, егер бізге заттың қалыпты жағдайдағы көлемі белгілі болса, онда оның зат мөлшерін, оның берілген көлемін малярлық көлеміне бөлу арқылы таба аламыз. Немесе зат мөлшері белгілі болса, керісінше, онда заттың қалыпты жағдайдағы көлемін біз зат мөлшерін малярлық көлемге көбейту арқылы таба аламыз. Бұнда қалыпты жағдай көрсеткендіктен біз малярлық көлем ретінде 22,4 литрді аламыз. Негізден есептеулердің көбінде қалыпты жағдай алынады, сондықтан біз көбінесе 22,4 литрді қолданамыз. Авогадро заңын қорытындылай келе, газдың зат мөлшері оның көлеміне пропорционал болып келеді. Сонымен қатар, есіңізде болса, зат мөлшеріне көлеммен қатар масса және оның құрамындағы құрылымдық бөлшектер де пропорционал болып келеді. Яғни көлем үшін де біз осындай 3/3 қолдана аламыз. Пропорционалдықты көрсету үшін мысал ретінде азотты алайық. Азоттың құрылымдық бөлшектері молекулалар болып табылады. Егер біз 1 моль азотты алатын болсақ, онда 6,22 оның 23 дәрежесіндегі молекулалар бар. Оның малярлық массасы 28 грамм мольге тең, ал қалыпты жағдайда малярлық көлемі 22,4 литрге тең. Егер біз зат мөлшерін 1 емес 0,5 моль деп алсақ, онда зат мөлшері 2 есе кем болғандықтан, оның құрамындағы, азот құрамындағы құрылымдық бөлшектер, яғни молекулалар саны да 2 есе азаяды. Яғни біз осы 0,5-ті 6,22 оның 23 дәрежесіне көбейтсек, көріп тұрғандай 2 есе аз молекулалар болады. Тап солай, оның массасы да молекулалар саны 2 есе азайғандықтан, массасы да 2 есе азаяды, 14-ке тең, және тап солай, оның көлемі де 2 есе азаяды, 11,2. Яғни газдар үшін оның көлемі, массасы және құрылымдық бөлшектері зат мөлшерлеріне пропорционал болып келеді. Енді малярлық көлем және зат мөлшері бойынша есептеулерді біз келесі видеоларда қарастырамыз.